Астана қаласында дәстүрлі түрде 9 жыл бойы өткізіліп келген Азия жаңғырығы халықаралық фестивалі кезекті таланттардың жұлдызын жақты. Байқауда өнер көрсеткен өңір өнерпаздары Шавкат, Шухран, Мадина және Абылай экстремальды трюкті сақтандыру белдігінсіз орындап, ел мерейін үстем етті. Біздің номеріміз канат номері. Бұл фестиваль Астана қаласында 9-шы мәрте болып өтіп жатыр. Азия республикаларының арасында. Бұл международный фестиваль болып, 8 елден жиналды, әртүрлі цирк номерлерінен үздік номерлер жиналып, сол арасында сайыстар өтті. Байқаудағы ең қауіпті әрі күрделі трюкті шымкенттіктер көрсеткен. Әртістер өз қарсыластарынан ұлттық нақыштағы киім үлгілерімен де ерекшеленген. Басқа ұжымнан оқ бойы озық тұрған олар күміс жүлдеге ие болғанмен алтыннан үмітіміз үлкен еді дейді. Осы күміс жүлдесін алдық, бірақ біздің номер алтын алуға дәрежесі жеткен еді негізінде. Осы 8 елдің ішінде Ресей мен Қазақстан номерлары өте мықты болды да. Осы Ресей мен Шымкент қаласындағы номер қалай айтса болады, 5 страховка жасатты номерлерін. Негізі бізге де алтын беруге лайықты едік те негізі. Бірінші орынды егер келетсақ, біздің негізгі мақсатымыз бірінші орын тұғын. Немесе гран-при, бас жүлде. Екінші орынға да қанағат тұтып отырық. Өйткені соншама мемлекеттің арасынан кішкене осы 5 жыл ғана тарихы бар оңтүстік циркке бұл да үлкен жетістік. Азияның адуында 8 мемлекетінің ішінен суырылып шығып күміс жүлдеге ие болу үлкен жетістік. Цирк ұжымының қоржынын әлі талай алтынмен толтырып, өнерпаздардың ел абыройын асқақтатарына сенім мол. Лаура Сарманова, Қанат Ноғайбаев, Нарньюс.